күні бүгін Сарыағаш аудандық мәслихатының депутаты, Аманат партиясының фракциясының жетекшісі, Ақжар ауылдық бастауыш партия ұйымының төрағасы Шермат Ибрагимов жыл басынан бері атқарылған жұмыстар бойынша баяндама жасады. Бақ өкілдерінің қатысуымен өткен баспасөз мәжілісі жайлы тілшіміз Хусниддин Хасанұлы айтып береді. Ақжар ауылдық бастауыш партия ұйымында 359 мүше бар. Ағымдағы жылы оның қатарына 15 адам қосылып, 8 адам алынған. Ал жыл басынан бері атқарылған жұмыстарға тоқталар болсақ, Ақжарға ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 235 миллион теңге қаржы бөлініп, 8 көше орта жөндеуден өткен. Көшелердің жарық шамдары жаңартылған. Сонымен қатар ағымдағы жылы Бағыс ауылынан жаңа мектеп қолданысқа берілуіне аз ғана уақыт қалды дейді Шермат Ибрагимов. Сонымен қатар құтты мекен жобасы аясында кәсіпкерлердің демеушілігі есебінен Ақжар жылға және жылға дарбаза бағыты бойынша кәсіпкерлер жүретін 57 шақырым жолға күрделі жұмыстар жүргізіліп, тас төселді. Бүгінгі таңда пайдалануға берілді. Біз біргеміз партиялық жоба бойынша демеушілер есебінен жартылай жетім көп балалы аз қамтылған 23 отбасыға Ақжар ауылдық округі бойынша 460 мың теңге көлемінде азық-түлік себеттері таратылды. Ардагерлерді ардақтайық партиялық жобасы аясында Ақжар ауылдық округі Бағыс елді мекенінде жалғызбасты қарт анаға демеушілер есебінен 3 тонна көмір түсіріліп беріліп, қыстан жарамай шығуына себеп болды. Қайырымдылық акциясы партиялық жобасы аясында жалғызбасты көп балалы анаға демеушілер есебінен көмір және үйде жылыту аппараттары әперіліп, азық-түлікпен қамтамасыз етілді. Баяндама біткен соң журналистер ауылдық округтегі бірнеше мәселені көтеріп, шешімі қалай табылатынын, ол бойынша атқарылып жатқан жұмыстар жайлы сауалдар қойды. Өз кезегінде Шермат Ибрагимов барлық сұраққа жауап берді. Құрметті Шермат мырза, сіз қателеспесек, маусым айында аудан әкімімен бірге халықпен кездестіңіздер. Кездесу барысында бір емес бірнеше мәселе қаралды. Бұл жерде ауыз су мәселесі, содан кейін үйгерік жер мәселесі қаралды. Енді осы өздеріңіздің тараптарыңыздан осы мәселе бойынша қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Қазіргі таңда Ақжар ауылдық округінде 2013 жылы бұрғылау жұмысы жүргізілген, 2012 жылы ауыз су қазылып, бүгінгі таңда ұңғыма қазылған, халыққа фильтрден өткізіп су берілуде. Бірақ ол судың дебеті ауылға таратуға жетпегендіктен тек қана сол башина орнатылып, жалпы сыйымдылығы үлкен, сол башина орнатылып, соған ауыз су таратылып отыр. Тек қана таратып береді. Халық өзі алып кетеді ол жерден. Бір үйде қазір 5-6 отбасы бірге тұруға мәжбүр себебіне бар үйгерік жерлердің болмауына. Осы мәселе қалай шешім табады? Аудан бойынша зерделей келе, біздің жылға ауылдық округі, жылға елді мекенде, Дарбаза ауылдық округі, Дарбаза елді мекенінің төңірегінде, сонымен қатар Дербісек ауылдық округі, Дербісек елді мекенінің төңірегінде бүгінгі таңда сметалық жобалар жасалынып, бірінші кезекте жылға бойынша үйгерік жер берілді. Екінші кезекте осы Дербісек ауылдық округі бойынша қазіргі таңда коммуникация, былай айтқанда су, свет, жол, сол мәселелер шешілген жағдайда беріледі. Қазіргі таңда Дербісек ауылдық округі бойынша ол мәселелер жүргізіліп жатыр. Енді басқа ауыл округ бойынша да сол мәселелер қаралып отыр. Алдағы уақытта шешім табады деген ойдамын. Айта кетейік, бұдан былай ауданымыз бойынша барлығы 15 бастауыш партия филиалдарында есеп беру жиындары өтетін болады. Бұл жайлы алдағы уақытта арнамыз арқылы айтатын боламыз. Хусниддин Хасанұлы, Марат Жолдас, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.